артық білім кітапта ербей оқып көруге деген Абай Құнанбаевтың сөзінен көп нәрсені аңғаруға болады. Кітаппен жұмыс жасау оқушының білім сапасын көтерудегі қажетті жағдай. Баланың жалпы дамуы мектептегі оқумен, оның өздігінен ізденуімен тығыз байланысты. Кітап өмір ұстазы. Кітап бар білімнің бастауы, болашаққа жол ашар киелі қазына. Мен ұнатып оқыған кітаптарым өте көп. Солардың бірі ұлы ақын Абай Құнанбайұлының өлеңдері мен қара сөздері. Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармалары. Әнуар Әлімжановтың ұстаздың оралуы романы. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың поэзиясы. Мұхтар Мағауиннің Аласапыран романы. Құрметті оқырман қауым, білім көзі кітапта екенін ұмытпалық. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деп, Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқандай, кітапты таңдап талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерін өмір қажетіне жарата білу, әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтыны анық. Қазіргі пандемия кезінде өзімнің бос уақытымды тиімді пайдалану үшін ақын жазушылардың шығармаларын оқуды жөн көрдім. Атап айтсам, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының қанмен жазылған кітап, Ұшқан ұя, Москва үшін шайқас шығармаларын оқып шықтым. Сонымен қатар, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты, ақын аудармашы Шөмішбай Сариевтің Арайлы көктем, Теңіздей соққан жел және таңдамалы өлеңдер жинағын оқып аяқтадым. Сіздерді де бос уақыттарыңызда дүниетанымдарыңызды кеңейту үшін өзіміздің ақын жазушыларымыздың шығармаларын оқуға шақырамын. Наданмен қас болғанша кітаппен дос бол деген сөзге менің көзім жетті. Оған бірден-бір себепкер жан ұстаздың Лейла Тәти. Ұлтымыздың небірлі жазушылардың қаламынан туған шығармалары менің жүрек түбіме жетпей қоймады. Әр көркем әдебиет оқыған сайын дүние танымым кеңіп, ойлау қабілетім мен бірге кітапқа деген махаббатым арта түседі. Ұнағаны соншалық ойымда мәңгі сақталып қалатын кітаптар да бар. Олар Балуан Шолақ Баймырзаұлы туралы энциклопедия, Мұхтар Мағауиндің ғасырлар бедері кітабы және Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романы. Әдеби кітаптан асқан байлық жоқ болғандықтан, сіздер де өздеріңізді кітап оқуға бейімдеңіздер. Уважаемые любители книг, мудрец как-то сказал: человек, который не прочитал ни одной строчки за день, он этот день прожил бесцельно. Во время пандемии я перечитывала все то, что было прочитано мною в годы моей молодости. Сегодня я окунулась головой в зарубежную классику. Это избранные произведения Боровика, это Рабле Франсуа, это Виктор Гюго, которые я перечитываю уже в зрелом возрасте. Поэтому я предлагаю, уважаемые любители книг, чтобы ни один день не прошел у нас бесцельно. Давайте читать книги. Осы жібек жолы мектеп лицейінде бірінші Б сыныбында оқиды. Оқуға құштар. Апа ертегі айтып берші дей берген соң осы мектеп кітапханасын көрсетіп қойдым. Немерем қатты қуанып кітапханадан кітап алып келіп, бітіргенше асығады. Біткен соң түсінігін үйдегі інісі мен қарындастарына айтып береді. Өзімнің жас кезімде оқыған кітаптарымды, ертегілерімді қазір немерем оқып беріп отыр. Кітап өмір ұстазы деген осы. Сондықтан балалар жас кезінен бастап кітап оқуды күнделікті әдет қылуы тиіс. Кітап оқымай өмірді білу, білім алу мүмкін емес. Біздің кезімізде кітап оқитын адамдар саны өте көп еді. Біреу кітап оқыса, кітапты қашан бітіресің деп кезекке тұрып асығып таласып оқушы едік. Ол кезде оқитын кітап таппай жүретін едік. Ал қазір бәрі керісінше. Сондықтан еліміздің болашақтары Абай атамыз айтқандай, артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге дегендей, телефон
кітаппен емес, кітаппен достасыңдар деп айтқым келеді. Білім кітапта. Қазіргі таңда балалардың көбісі компьютерлерде отырады. Сондықтан болашақта кітап оқығандар компьютерде отырғандарды басқарады деп елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтып өткен болатын. Кітап адам жан дүниесінің асыл қазынасы, рухани байлықтың өлшемі, адам интеллектісінің көрінісі деп тек айтпаған. Мына пандемия кезінде мен өз уақытымның бос уақытын тиімді пайдалану үшін мына ақын жазушыларымыздың кітаптарын оқып жатырмын. Олар Әзілхан Дұршайықовтың Ақиқат пен аңыз романы, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы, Мұхтар Шахановтың Эверестке шығу поэмалары және де тағы да басқа кітаптарды оқып жатырмын. Құрметті оқырмандар, мен де сіздерді өз уақыттарыңызды тиімді пайдалану үшін өзіміздің ақын жазушыларымыздың шығармаларын, кітаптарын оқуға шақырамын. Кітап ең құдіретті әлем. Кітап күн шуағы білімнің дейді ғой халықта. Мен бұл сөздердің қаншалықты құнды екенін білемін. Тіршілік атауы пайда болғалы бері құбылыстың бәрі кітаптың ішінде сайрап жатыр емес пе? Менің жанымда сол дүниелерді танып, білуге құштар. Осы уақытқа шейін мен бірнеше кітаптарды оқыдым. Сол кітаптардың арасынан сүйікті кітабым атауына ие болған Сәбит Мұқановтың Ботагөз романы. Сіздерге тілерім, мол мұраға қанық болар, сүйікті кітаптарыңыз көп болғай. Адамгершілікке дүние байлығын молайтуға, тән, жан тазалығын, әдет-ғұрыпты сақтауға тәрбиелейді. Олай болса, жас жеткеншекті жастайынан кітап оқуға өстендіру, саналы білімді жан-жақты жетілген ұрпақ өсірудің бір жолы болып табылады. Мен сол себептен мектеп кітапханашысы ретінде оқырмандардың қызығушылығын арттыру барысында мұғалімдермен және ата-аналармен бірлесе отыра оқуға құштар мектеп жобасын іске асырудамыз.